Сәлем достар, сіздермен бүгін ұзақ уақыт тоңазытқышқа сақтауға болатын және асығыс кезде алып пісіре салатын самсаның рецептімен бөлісемін. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызға қопсытқышымызды салып жақсылап араластырамыз және бөлме температурасындағы 82%-ық сары майды салып, осылай әдемі крошка жасаймыз. Бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып, үстіне сметана, мұздай суды және тұз салып, жақсылап біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымыздың ортасын осылай кішкене ашып, дайын болған массаны құйып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз осылай біркелкі, жұп-жұмсақ, әдемі болып шығады. Енді кәдімгі салафан кигізіп, тоңазытқышқа 20 минутқа қоямыз. Қамырымыз демалғанша ішіндегі салмасын дайындаймыз. Салмасын өзі қалауыңызша дайындасаңыз болады. Мен 2 түрлі салмадан істеймін. Біреуі тоңазытқышқа ұзақ уақыт сақтау үшін тек ет пен фарш, екіншісіне кішкене картоп араластырамын. Мен тартылған етпен пиязды аздап қуырып аламын. Қуырмасаңыздар да болады, ол міндетті емес. Тоңазытқышқа сақтайтын самсаның салмасына картоп қоспаған дұрыс, өйткені картоп морозилке салғаннан кейін үсіп қалады. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды алып, теңдей 3 бөлікке бөліп, бір тегіс жұқа қамыр жайып шығамыз. Жайылған қамырымыздың үстіне ұнды сеуіп, жақсылап жабыспайтындай етіп, бүктеп, бір шетке алып қоямыз. Дәл осылай екінші қамырымызды жайып шығамыз. Осында жұқалықта болып шығады. Арасына ұнды сеуіп, бұны да бүктеп, бір шетке алып қоямыз. Негізі қамырды 3 емес, 2 бөлікке бөлсеңіздер де болады. 3 бөлікке бөлу міндетті емес. Үшінші қамырымызды жайып, 82%-ық сары майымызды ерітіп, бір тегіс қылып арасына осылай жағып шығамыз. Сары май жағып болған соң, екінші слой қамырымызды қойып, бұның да үстіне сары майды бір тегіс етіп жағып шығамыз. Және менде үшінші қамыр, оны да төсеп, дәл солай бір тегіс қылып ерітілген сары майды жағып шығамын. Енді қамырымызды рулон қылып ораймыз. Тартып, арасына ауа қамайтындай қатты тартып орау керек. Дайын болған қамырымызды ыдысымызға осылай орналастырып, салафанмен жауып, бір түнге холодильникке қойып қоямыз. Асығыс болсаңыздар 3 сағатқа қоюға болады. Неғұрлым ұзақ тұрса, майы қамырға сіңіп әдемі болады. Екінші салмасына туралған картоп, қара бұрыш салып, жақсылап араластырамын. Енді қамыр бір түн тұрды. Енді әр қамырды 25-30 граммнан осылай бөліктерге бөліп шығамыз. Мен майдалау болғанын қаладым, сол үшін 25 граммнан бөліп шықтым. Қамырымыздың барлығын ұнның көмегімен осылай дөңгелек пішінді етіп жайып шығамыз. Енді салмасын салып, бүгуге кірісеміз.
Самсаны өз қалауыңызша әртүрлі пішінде жасасаңыз болады, үш бұрыш қылсаңыз да болады, және осылай мен сияқты бүгіп шықсаңыз да болады. Қамырды ішке қарай бір қайырып, бас бармағымызбен басамыз, және басқан жерін қайттан ішке қайырып, тағы да басамыз. Сонда осылай өрілген болып, әдемі болып шығады. Самсамыздың барлығын бүгіп болдық. Енді жұмыртқаның сарысын самсаның бетіне жағып, қалауыңызша әртүрлі дәндер сепсеңіз болады. Мен қара зеремен күнжіт дәнін сеуіп шықтым. Тоңазғышқа ұзақ уақыт сақтау үшін осылай тақтайшаның астына целлофан немесе пергамент қағазын төсеп, самсаларымызды осылай орналастырып шығамыз. Сонда асты жабыспайды қатқан кезде. Дайын болған самсаларымызды мұздатқышқа, яғни морозильникке толығымен қатқанша салып қоямыз. Менде самсаның жартысы картоп қосылған салмамен сол шынаны свежий күйінде пісіріп аламын. Ал мынау тоңазғыштан шыққан самса, көріп тұрғандарыңыздай, өз формасын әдемі ұстап, прям қатты болып тұр. Бұны да тур осы мұз күйінде алып, листің астына кішкене май жағып, салып пісіре береміз. Ерітіп пісірмейміз, сразу осы мұз болып тұрған күйінде алып, листке салып, қызып тұрған пеште 180 градуста пісіреміз. Дәл осылай мұздатқышқа қатырып дайындап қойсаңыздар, самсаларыңызды кез келген уақытта алып пісіре бересіздер, өте ыңғайлы. Әсіресе қонақ келген кезде. Самсамыз осылай хрустящий, қамыры дәмді әдемі болып шығады. Жасап көріңіздер, барлықтарыңызға ас болсын.